Бәріне сәлем достар, сендермен Қазақша Шағын каналы. Және де бүгін сендерге Русская партиядағы ловушканы көрсететін боламын. Хақта Рейтер осы кезде көбінесе қарабайыр емес, осы кезде біз атпен шабу жасаймыз. Егер олар жауынгермен қорғаса, білесіздер, олар даммен қорғасын түсіп тұр. Және де сіздер менің видеомен не істеу керек екенін көрсеңіздер білесіздер. Ал атпен қорғаса, естіп, итальяндық партия жасап, әрі қарай сіздермен видеомды көрсеңіздер, тағы да ловушкаға түсіруге болады. Ал егер де осы кезде біз атпен олардың жауынгерін шабу жасасақ ше, біз осы кезде олардың жауынгерін дейміз, олар біздің жауынгер дейді, біз уәзімен шабу жасаймыз. Ол қашса, осындай шақпен оның уәзірін ұтамыз. Уәзірмен жапса, уәзірді ұтамыз. Бізден жапса да, уәзірді ұтып алады екенбіз. Бірақ көбінесе осы кейбір адамдар болады, естіп шақ беретін. Бұл дұрыс емес, себебі сіздер ладияны ғана ұтасыздар. Қорғаса тек қана ладияны немесе пілді ұтасыздар. Ал осы жерде сіздер уәзірді ұтасыздар. Және де уәзір мықтырақ ладиядан, сол үшін сіздерге тиімді болады уәзірді ұтқан. Ал егер де осы кезде олар жауынгермен қорғаса, біз осылай шабуылдамаймыз, себебі бізге шақ кетеді. Біз наяқпен олардың артына шабуылды күшейтеміз. Ол естіп қашса, бағанағыдай шақ, сосын уәзірін ұтып аламыз. Одан кейін ол былай қашса да шақ, ұтып аламыз оның уәзірін ұтылмай. Естіп Русская партияда ловушка жасау мүмкін. Ал басқа жауынгерді қорғау тәсілдері осы кезде мысалға атпен емес, атпен шабуылдауымыз, мысалға жауынгермен қорғасыздар. Білесіздер, менің видеомды қарасаңыздар, егер атпен қорғаса итальяндық партияға кіргіз жеруге болады, ары қарай. Егер сіздер көрсеңіздер, білесіздер ловушканы. Осы кезде енді кейінгі видеоларда мен сіздерге тағы да басқа ловушкаларды айтатын боламын. Ал бүгінгі тақырып бізде Русская партия ол. Және сіздер енді білесіздер, егер де олар атпен атқа шабуыл жасап, және де осы кезде атпен жауынгерге шабуыл жасаса, олар жауынгерге шабуыл жасаса, біз просто олардың жауынгерін дейміз. Ал егер де олар біздің атымызда қалдырса, бізді тентірді жақсы, не ат жақсы ойнайды, жақсы шабуылар болады, сосын пілді қосамыз ойынға, ары қарай ауыс-түйіс жасаймыз, бізде артық жауынгер дегенде бізде жақсы болады. Ал осы кезде ол да жесе, біз уәзірмен, сосын ол қорғаса, біз оған жауынгермен, ол қашса, бұлай қашса да шақ бағанағыдай. Бұлай қашса да шақ бағанағыдай, сосын уәзірін ұтып аласыздар. Енді сіздер Русская партияда қалай ойнау керегін білесіздер, ал просто қорғамай осы кезде қашса, сіздер де просто бағанағы тәсілдің көмегімен олардың уәзірін ұтып аласыздар. Барлығыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.